Сәлем достар, сіздермен бірге Бөдене KZ каналы. Бізге қойылатын топ 10 сұрақ. Бірінші, бөдене шаруашылығын қалай бастадыңыз? Біз ең алғашында бөдене шаруашылығын өзіміздің инкубаторды сатып алып, содан бастадық. Оған ең алғашында 200 жұмыртқа салдық. Сол 200 жұмыртқаның бізде 140 басы шықты. Сол 140 басынан кейін тағы да екінші партия, тағы да 200 жұмыртқа салдық. Осымен біз бөдене шаруашылығымызды бастап кеттік. Сізде қанша бас? Бізде қазір бірінші партиядан шыққан 140-тың қазір мына сеткада тұрғаны 128 бас бар. Екінші жаңағы балапандар, екі апталық болған балапандарда 190-ға жуық бас бар. Қанша шығын кетті? Бізде ең алғашқы шығын инкубаторға кетті 65 мың, және кормға қазір осы уақытқа кейін бізде бір 60 мыңға жуық кормға кетті, және мына сетканы жасауға 70 мыңдай ақша кетті. Сосын жұмыртқа алғанға екі партия жұмыртқа алдық, 10 мыңнан 20 мың жұмыртқаға кетті. Новичоктарға бөдене шаруашылығын қалай бастаған дұрыс? Ең бірінші бөдене шаруашылығын бастағанда, егер бұрын бұл саламен айналысып көрмесеңіздер, ең бірінші аз бастан бастаған дұрыс. Яғни 200-ден, 300-ден, немесе 400-ден деген сияқты аз бастан бастаған дұрыс. Неге? Өйткені бұның жаңағындай аз бастан бастасаңыздар, бөдене шаруашылығын бағып, қағып, қалай бағу керек, қалай жаңа қарау керек екенін үйренесіздер, тәжірибе жинайсыздар. Және екінші шығындарын есептеп үйренесіздер. Және үшінші сату жағын жаңағы үйренесіздер. Өйткені көп бастан бастасаңыздар, жаңағы сатылым жағы қиын болып қалуы мүмкін. Және көп баста шығын жағы да көп кететін болады. Соның бәрін аз бастан есептеп үйренетін боласыздар. Бөдене шаруашылығында қандай қиыншылықтар бар? Бөдене шаруашылықтарында ең бірінші бөденелерге қыстың күні жылы, жаздың күні салқындау, яғни бір қалыпты 19-22 градуста болатын бөлме керек. Ол не подвал, немесе жеке арнайы салынған қора, немесе жаңағыдай ескі үйлер деген сияқты сондай бір қыстың күні жылыта алатындай сондай бөлме керек. Екінші, бұларда инкубаторда шыққаннан кейін, инкубаторда 16 күн жатады. Инкубатор 16 күннен кейін шыққаннан кейін бастапқы 3-4 күн міндетті түрде қасында қаралу керек. Содан кейін жаңа сетка жасау, сеткеге салу, одан кейінгі шаруа бұл жеңілдейді, яғни тек қана жұмыртқа жинау ғана. Сізде қандай порода бар? Бізде қазір манжур породасы, ол етті және жұмыртқа бағытындағы, және техас породасы етті бағыттағы. Бөденелер өздері бөлінеді, етті бағытта және жұмыртқа бағытында деп. Жұмыртқа бағытындағы бөденелер жылына 360 күн, 365 күннің кемінде 300-інде жұмыртқа беретін бөденелер. Ал етті бағыттағылар 365 күннің 200-220 күнінде жұмыртқа береді. Бөдене шаруашылығында пайда бар ма? Бөдене шаруашылығында әрине пайда бар, бірақ пайдаға шығудан бұрын оған көп инвестиция салу керек. Яғни 2 айдан кейін пайда көре бастайсыздар, бірақ 2 айға дейін міндетті түрде оған біраз шығын кетеді. Сол 2 айға дейін шыдап берсеңіздер, бөдене 2 айдан кейін пайдасын беретін болады. Қалай сатамыз?
бұл бөдененің сату жолы, яғни ең бірінші жұмыртқасын сатамыз, екінші тушкасы дейді, етін сататын боламыз, және үшінші жаңағы жұмыртқаның инкубаторға салынатын жұмыртқасы бөлек сатылады, және балапандай инкубатордан шыққан балапандарды сатуға болады. Сосын өскен балапандарды, яғни үлкен жұмыртқаға кірген бөденелерді сатуға болады. Сосын жаңағыдай өсіріп жаңағы еркек ұрғашы деп семья дейді ғой, сондай қылып сатуға болады. Қалай есептелінеді? Бұл бөдене шаруашылығын бастағанда ең бірінші есеп керек, міндетті түрде оған арнайы мынандай дәптер, немесе журнал бастаймыз. Бұл журналға ең бірінші сіз бөденені сатып алмастан бұрын бөденеге кететін шығындарды, яғни инкубатордан бастап сіз инкубаторды қанша теңгеге аласыз, сосын жұмыртқаны қанша теңгеге аласыз, сосын жұмыртқадан шыққаннан кейін қанша балапан, мысалы 200 балапан 200 жұмыртқа салсаңыз, соның 150-180-і шықса, сол 150-180 балапан қанша жем жейді, қанша жаңағы жұмыртқаға шыққанша қанша жем жейді, жұмыртқаға шыққаннан кейін қанша жем жейді, сол барлық шығындарын есептелінеді. Сосын одан кейін жұмыртқа шыққаннан кейін ол жұмыртқа жаңағы шыққан бөденелердің арасында еркек ұрғашы деп бөлінеді. Сол шыққан, мысалға 200-дің 100-і ұрғашы болса, сізге 100 бөденеңіз сізге күніне беріп отырады, 70-80 жұмыртқа беріп отырады. Соларды жазу керек. Сосын екінші мынандай жаңағы сеткінің жасалу жолдары. Ең бірінші кететін инкубаторға, сеткаға қанша жаңағы ақша кетеді, барлық мелочына дейін жазып, сіздің толық шығындарыңызды жазып отыру керек. Содан кейін кіріске кірген кезде толық кірістеріңізді есептейсіздер. Сонда ғана барып сіз өзіңіз кірген шыққан шығындарыңызбен 2 айдан кейін табысқа кіресіз. Сол табыста қанша табыс табасыз, сол кезде ғана сіз пайдасын көре аласыз. Егер дәптер немесе журнал бастамасаңыздар, сіздің жаңағы кеткен шығындарыңыз есептелмейді. Сосын сіз тапқан пайдаңыз көзге көрінбейді. Содан кейін пайда таппадым деп жаңағыдай ренжулі боласыздар. Сондықтан бірінші пайда табу үшін міндетті түрде шығынын білу керек. Сауданы жақсарту үшін, сатуын жақсарту үшін қандай инструменттер пайдаланамыз? Қаяқта жасаймыз, реклама жасаймыз, қалай клиентті табамыз? Қайтадан клиентімізді қалай табамыз? Егер бөденені шаруашылығын бастайын деп жатырсақ, бірінші клиентімізді қай жақтан табамыз? Бөдененің шаруашылығында бірінші клиентті қалай табамыз? Ең бірінші бөдене шаруашылығын бастағанда міндетті түрде соцсет дейді ғой, соны жүргізу керек. Яғни Instagram болсын, TikTok болсын жүргізу керек. Екінші, сіз пайдаға шыққанда жұмыртқаны ең бірінші жаңағы WhatsApp каналындағы өздеріңіз көше группасы, ағайын туыс группасы, немесе жаңағы ауыл арасында группа деген сияқты сондай группаларға жібересіздер. Екінші, айналадағы магазиндерге жаңағы айтасыздар, жаңағы жұмыртқан бар екен. Сосын үшінші, кафе, ресторандарға барып сұрақ көресіздер. Сіз қалай ойлайсыз, сіздің ойыңызша, мысалы, егер де бұрын кәсіпте тәжірибесі жоқ болса, сөз сөйлеу тәжірибесі жоқ болса, 2 миллион кредит алып, соны бөденеге салу дұрыс па? Және де сондай есеппен ақшаны сақтап бөденеге 6 айда 9 миллион ақша табу, ол шындыққа жанаса ма? Сіздің ойыңызша жеке пікіріңіз қандай?
егер жаңағыдай бастапқы бөдене шаруашылығымен, жалпы құс шаруашылығымен айналысып көрмеген адамдар ең алғашында жаңағы 2 миллионнан бастап немесе 2 мың 5 мыңмен бастап жаңағыдай шаруашылыққа кіріп, содан талай адамдардың жаңағыдай шығынға ұшырап банкротқа отырғандарын естіп те көріп те жүрміз. Сондықтан ең алғашында егер бөдене шаруашылығын бастап көрмеген, құс шаруашылығымен айналысып көрмегендерге ең басында аз бастан бастап соны пайдасын көріп, есептеп көргеннен кейін ғана үлкен объемға, үлкен көлемге шыққан дұрыс па деп ойлаймын. Не затты бірінші жасау керек? Бірінші жаңағы бастап жұмыртқасын алып, кейін сатып алушы клиент іздеген дұрыс па? Әлде бірінші сұранысты анықтап алған дұрыс па? Сосын кейін шаруаны бастаған дұрыс па? Ең бірінші жұмыртқаны бөдене шаруашылығын бастап, соны жұмыртқа кіргеннен кейін барып клиент іздеген дұрыс па? Немесе жаңағы бөдене шаруашылығын бастамай тұрып сұранысты анықтап алған дұрыс па? Әрине, бұның екінші нұсқасы, бірінші бөдене шаруашылығын бастамастан бұрын тұрғылықты жерден жақын ауылдық аймақ болса, аудан орталықтарына жақын қалалардан сұранысты бірінші анықтап алу керек, барып сұрап көру керек. Жаңағыдай магазиндерден болсын, кафе ресторандардан болсын, барып бірінші сұраныс бар ма, соны бірінші сұрау керек. Сосын сұраныс қанша теңгеге алатын, соны сұрау керек. Сосын қанша объемда алатын, соны сұрау керек.